Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге осындай Инстаграм мен ТикТокта хит болып жатқан маклюбе тағамының рецебімен бөлсемін. Дәмі ерекше, өте дәмді. Міндетті түрде осы рецеппен жасап көріңіз. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Бұл тағамды жасау үшін бізге ең алдымен сиырдың немесе қойдың еті қажет. Ұсақтап турап, осы видеодағыдай турап аламыз. Етті турап болғаннан кейін сәбізді алып, оны да осындай етіп сақиналап бөліп аламыз. Картошканы тура осындай етіп, жіңішке етіп, дөңгелектеп турап аламыз. Дайын туралған сәбізді алып, майға екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Сәбізден кейін тура осындай етіп, картошканы да алып, екі жақ беті қызарғанша қуырып аламыз. Картоп қуырылып болғаннан кейін майды азайтып, үстіне алдын ала жуып алған күрішті алып, оны да осытып аздап қуырып аламыз. Келесі кезекте етті алып қуырып, үстіне аздап су құйып, 20-25 минуттай бұқтырып аламыз. Енді осының үстіне қуырып алған сәбізді, оның үстіне картошканы орналастырып шығамыз. Арасына аз-аздап тұз салуды ұмытпаймыз. Келесі кезекте бетіне қуырып алған күрішімізді бір келгі етіп салып, күрішіміз батқанша үстіне аздап су құямыз. Күріштің бетін тегістеп, дәміне қарай тұз және бұрыш салып, қазанымыздың қақпағын жауып 40-45 минутқа қалтырамыз. Осы уақыт аралығында тамақтың қасына салатты дайындаймыз. Ол үшін алдын ала жуып тазаланып алған қияр мен помидорды 4 бұрыштеп турап, ұсақтап турап, бетіне дәміне қарай тұз саламыз. Кукуруз және горох та қосуға болады. Пісіп дайын болған қазанымызды алып, бірден төңкереміз. Жан-жағына шашыраған күріштер болса, күріштерді жөндеп, қасына дайындап алған салатымызды салып шығамыз. Қалауымыз бойынша кез келген капуста мен сәбізден жасалған салатта болса, әртүрлі салаттарды салуға болады. Менің отбасым айран қосып жеп үйренбегендіктен, мен айранды үстіне құймадым. Қасына тек бөлек ыдысқа құйып қойдым. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта шығатын рецептерді өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз.